Қыздар, егер арықтап жүрген кезде самса жеуге болмайды деп ойласаңыздар, онда қателесесіздер. Бүгін сіздерге диеталық самсаның рецептімен бөлісемін. Парақшама тіркеліп алыңыздар. Қамырын дайындау үшін қаймақ, ерітілген сары май, жұмыртқа, тұз және тұтас дәнді ұн қажет болады. Және разрыхлитель салып, песочный қамыр илейміз да, оны 20 минутқа қоя тұрамыз. Ал енді салмасына тартылған ет қажет болады. Картоп пен пиязды жақсылап майдалап турап аламыз. Маған пиязы көп болған ұнайды. Және дәміне қарай тұз бұрыш салып, жақсылап қолымызбен немесе қасықпен араластырып аламыз. Ал енді қамырымызды осылай бірдей бөлшектерге бөліп, жайып, осылай салмасын салып, самсаны түйіп шығамыз. Кез келген формада жасасаңыздар болады. Классикалық формада 3 бұрыш етіп жасасаңыздар да болады. Ал енді жұмыртқаның сарысын жағып, әсемдік үшін кунжут дәнін салып, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Цельнозерновой ұннан жасалған самса кәдімгі ақ ұннан жасалған самсадан да өте дәмді болады. Әрине денсаулығыңызға еш зияны жоқ, тіпті қант диабеті бар жандарға да тұтынуға болады. Балдарға да уайымдамай берсеңіздер болады. Ас болсын.